Бұл елде қоқыс жоқ. Қоқыстан бір күнде құтылады. Бұл қалай жүзеге асады? Бұл туралы білгіңіз келсе, лайк басып және осы видеоны аяғына дейін көруге кеңес беремін. Бірінші, сингапурлықтар бүкіл қоқысты жинап алып, сосын оны өртеу үшін осындай ғимараттарға келеді. Қоқыс өртеуші станция жылына 365 күн жұмыс істейді. Бұл процесс кезінде шыққан жылу энергиясы үйлерді жарықтандыруға пайдаланылатын электр энергиясына айналады. Ал шыққан улы түтін сүзіліп таза болады. Ал алынған күлді қалдықтардан және суда жүзетін жасанды аралға шығарады. Бірақ мұхитқа қауіп төндірмейтін арнайы ұяшықтарға орналастырылады. Бұл жасалған үдерістің қауіпсіз болғаны соншалық, маржандар мен теңіз жануарлары әлі де сол жақты мекендейді, яғни сол жақта тіршілік ете алады. Қоқысты жинап, оны өртей отыра, түтінді сүзу және қалдықтардан сақтап, осылайша біз жер планетасын таза ұстай аламыз. Міне, сингапурлықтар осындай әдісті қолданып отыр. Ал Қазақстанға бұл қаншалықты керек деп ойлайсыз? Өз ойыңызды пікір алаңына қалдырсаңыз болады. Алдағы мақсат 1500 жазылушыға жету. Сондықтан арнаға тіркеліп қоңыраушаны басып отырсаңыз, болмаған үлкен қолдау болар еді.